Unreal Engine бұл Epic Games'тің данышпан жігіттер командасы жасаған бомбалы ойын қозғалтқышы. Бұл қозғалтқыш сіздің шығармашылық мүмкіндіктеріңізден төбені алып тастайды және виртуалды шындықты визуализациялауға мүмкіндік береді. Мұнда графоникалық эффектілер ғана емес, сонымен қатар геймплей өзінің әсемдігімен таңғалдырады. Unreal Engine арқасында сіз ең ақылсыз идеяларды жүзеге асыра аласыз, өз әлеміңізді құра аласыз және барлық ойыншылардың миын жарып жібере аласыз. Ең керемет нәрсе Unreal Engine'ді компьютерге орнату бұл жай ғана оқулық. Бұл оқулықта біз сізге мұны бас ауыртпастан қалай жасау керектігін айтамыз. Сондықтан Unreal Engine көмегімен ойын әзірлеу әлеміндегі керемет шытырман оқиғаларға ыңғайлы отырыңыз. Неге бәрі қазақша? Білмеймін. Ең бірінші біз Epic Games приложениесі орнатуымыз керек. Ол негізі приложение емес, ол программа. Ол программаны орнату үшін біз бірінші кез келген браузерді ашып, поискына Epic Games деп жазамыз. Және де ең алғашқы Epic Games Store дегенге басып кіреміз. Бұл сайт Epic Games'тің өзінің официальный сайты. Осында бізде загрузить деген батырма бар. Сол батырманы басқан кезде бізге Epic Games'тің программасы орнатылады. Epic Games программасы орнатып болғаннан кейін дегенім, ол біз просто установщигін жазып қойдық. Установщигін жазып болғаннан кейін негізі сіздерде загрузка деген пакетте сақталады. Мен просто оны алып Epic Games деп өзім арнайлап пакет ашып қойғам. Бізде қалып тұрған енді бұны ашу. Бірінші окнода сіздерге қайқа орнату керек, соны көрсетеді. Изменить деп басып таңдасаңыздар болады. Маған керек етті Epic Games Store. Бұл пакеттердің барлығын өзім ашқам. Және де окей деген басамыз. Установить. Енді күтеміз. Бізде установка деген кейін завершить деген кнопка шықпайды. Сразу айтып қойын, завершить деген кнопка шықпайды. Бізде сразу Epic Games'тің лаунчері ашылып кетеді. Ең алғашында бізде проверка обновление жүреді. Одан кейін загрузка обновление дейді. Сөйтіп кете береді. Қазір установка обновление деп өзгеріп кетеді. Жазып болғаннан кейін, то есть интернеттен скачать етіп болғаннан кейін. Так, бізде Epic Games ашылды. Epic Games ашылғанда ең алғашқы бізге авторизация ету керек, болмаса регистрация жасауымыз керек. Бұл жерде бізге көп вид авторизация көрсетіліп қойған. Epic Games'тің өзінің есіме кірсек те болады, болмаса Google аккаунтымызбен кірсек те болады, Facebook болса өсетім жақсы, ВКонтакте де бар кетірушіде. Так, ең алғашқы менде енді тек Epic Games'те ғана бар. Сол үшін мен Epic Games дегенді басам. Егер сіздерде аккаунт болмаса, бірақ Epic Games учетный записьпен кіргіңіз келсе, онда зарегистрироваться дегенді басасыз жерде. Адрес электронной почты. Мен өзім адрес электронной почтасын жазам. Одан кейін пароль. И войти прямо сейчас. Так, бізде уже Epic Games ашылды. Лаунчері. Енді бізге Unreal Engine'ді орнату үшін біз Unreal Engine дегенге өтеміз. Unreal Engine дегенге өткен кезде бізде бірінші жаңалық, басқа да бір өзгерістер енгізіліп жатса, сол нелер шығады, жаңалықтар шығады. Бұл жерден оқысаңыздар болады, бір жаман жері бәрі ағылшынша. Одан кейін бізде библиотека дегенге өтеміз. Бір жазбайтын кезде жазып қойдық өйстіп. Версия Unreal Engine дегенге плюсті басамыз. Жердегі версиясын таңдаймыз. Өзімізге ыңғайлы. Я вам советую алдыңғы сабақта Twin Motion дейтін программаны өтеміз. Осы программаны установить етеміз. Бұның тым қиындығы жоқ. Установить деген басы соғыстары. Сіздерге өзі керек версиясын установить етіп береді. Библиотекаға өтеміз айтан. Мына жерде біз өзімізге керек ыңғайлы версиясын таңдаймыз. Бірақ мен сіздерге айтарым, егер компьютерлеріңіз мощный болса, онда 5.2 деген версиясын жазып алғандарыңыз дұрыс болады. Болмаса 4.27-2 деген версиясын жазып алсаңыздар болады. Маған енді 5.2 установить. Осы жерден таңдаймыз. То есть бұл жерде біз қайқа установить етуіміз керек, соны таңдаймыз. Указать дейміз.
жерде мен дейді жаңағы папканың қаяқта. Так. Болмаса осы папкаға осыны айтады деген деп. Бізде каталогта деген таңдалып тұрып, автоматически UE502 дейтін файл ашылады. И сол файлдың ішінде біздің движогымыз тұрады. Установить. Мынаяқтан загрузка деген окноға өтсеңіздер, мыняқта барлық информация тұрады. Установка болатында 502 бізде 22 гигабайт. Осыны жазып болған күтеміз. Келесі сабақтарда бізде интерфейсті өтеміз. Одан кейін барлық сабақты өтіп болғаннан кейін соңында бронь жасап шығарамыз.